Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін сендермен 5-ші сыныптың 23-ші беттегі жұмыс дәптерін талқылайтын боламыз. Бірінші тапсырмада, яғни сөздерді дұрыс құрау керек болады. Орын-орнымен. Яғни бізде мысал келтірілген. Біріншісін орындаймыз. Мен мұнда жазайын. Қызыл түспен. Баста баяндауыш кетеді. Also some bugs. Яғни there are кетеді. Одан кейін also. Мұнда сіздерге көрсетілген. To be-ден кейін плюс also қолданылатындығы туралы. Екінші тапсырмада онда жақсы музей тоже, яғни also-ның аудармасы тоже бар деген сөз. Бұнда біреу there is also a good museum. Үшінші тапсырма. Онда тоже екі кафе бар дейді. There also төртінші тапсырмада онда тоже жақсы shoe-shop, яғни аяқ киім магазины бар. Бесінші тапсырмада онда тоже 3 қонақ үйі бар дейді. There жазамыз. Яғни көпше түрде берілген бізде. Also тоже 3, яғни 3 отдел бар. Сонымен бірінші тапсырмамыз аяқталды. Екінші тапсырмада яғни бірінші бұл жерде дұрыс, яғни бұрыс екендігін жазамыз. There is a castle дейді, яғни ол жерде castle қалай түсіндіруге болады? Бұрынғы кездегі ғимараттар. Бар дейді. Және there is also an old church. Және тоже ол жерде ескі шіркеу бар дейді. Бірінші тапсырма бізде дұрыс, яғни there is-ден кейін also тұр. Және an old church, яғни бірінші тапсырмамыз дұрыс. Бұны дұрыс белгісімен белгілеп қояйық. Екінші тапсырмада there is a chemist, яғни ол жерде аптека бар дейді. Яғни екінші тапсырмада дұрыс берілмеген. Ол жерде тоже супермаркеттер бар дейді. Яғни баяндауыш кетеді. Also there are also 2 supermarkets. Екінші тапсырмасымен аяқталды. Үшінші тапсырмада some nice buildings, яғни ол жерде жақсы ғимараттар бар, құрылыстар бар. There is also big airport дейді. Үшінші тапсырма бізде
тоже дұрыс көрсетілмеген. Яғни ә мен сөздің орнына ауысқан. There is also a big airport. Төртінші тапсырмада there is a news agent, яғни ол жерде газет сататын дүкен бар. Және there is also a computer shop дейді. Төртінші тапсырма бізде дұрыс, оны дұрыс белгісімен қойып қояйын. Бесінші тапсырмада there is a basketball team, яғни ол жерде баскетбол құрамасы бар. There are also football teams. Және тоже, яғни бұл жерде дұрыс көрсетілмеген. There are also three football teams. Алтыншы. There is a hotel, яғни онда отдел бар. There is a cinema, тоже дұрыс көрсетілмеген. There is also a cinema. Осымен екінші тапсырмамыз аяқталды. Барлығы түсінікті деп ойлайын. Енді үшінші тапсырмада complete the fact file with the words and phrases in the box. Яғни мұндағы сөздермен мына жерді толтырамыз. Name of city бізде Сан-Франциско, қаланың аты Сан-Франциско. Яғни ол құрама штаттарға жатады, яғни біріншісінде country. Мемлекетті көрсетеміз. Екіншісінде it's in the west of the country, яғни ол мемлекеттің батысында орналасқан. Яғни бізде бұл location, яғни орналасқан орны. Үшінші тапсырмада it's 400 kilometers from Washington, яғни Вашингтон, яғни елдің астанасынан 4000 километр алыстықта орналасқан. Үшінші бізде kilometers from the capital, яғни астанадан орналасқан. Kilometers. Мен барлығын жазбай қояйын, сіздер өздеріңіз аяқтатыңыздар арғай. Төртінші тапсырмада ол жердегі халықтың саны, адам саны, бізде population, яғни адамдар тығыздығы. Бесіншісі hip-hop singer, яғни жұлдыздар туралы айтып жатыр. Бұл атақты адамдар. Famous people. There are some nice museums, яғни бұл жерде жақсы музейлер бар. Арт музейлер бар дейді. Бұл бізде конечно, interesting, яғни қызықты орындар.
жетіншісі, there is a very good American football team. Яғни ол жерде жақсы Американ футбол командасы бар. Бұл бізде танымал команда. Famous teams. Сегізінші бізде there is a famous bookshop here дейді. Яғни бұнда танымал bookshop кітап дүкені бар. Бұл location, population, famous shops, яғни танымал дүкендер. Осымен бұл тапсырма аяқталды. Бізде төртінші тапсырмада look at the notice and write a fact file about the city of Liverpool. Мына мысалға қарап отырып, өздеріңіз тура үстіндегі жасайсыздар. Өте оңай тапсырма деп ойлаймын. Осы жердегі бәр сөздерді қоя саласыздар. Егер сіздерге менің талдауым ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Менің телеграм каналыма жазуға болады. Әзірге сау болыңыздар.